Hello, dear student. Hello, dear student. How are you? Open your book, page 92. Outdoor sports and activities. Сәлем, құрметті оқушы. 92-ші беттегі дала спорттары. Сыртта орындалатын спорттар және жаттығулар деп аталады. Exercise number 1. On land, in the air, on water. Where do we do these sports and activities дейді. Біз мына спорт түрлерін қай жерде жасаймыз? Жерде ма, әлде суда ма, әлде әуеде ме дейді. Climbing дегеніміз өрмелеу, windsurfing дегеніміз жел серфингісі, bungee jumping дегеніміз биіктен төменге қарай құлау резина бойынша, horse riding деген атпен шабу, paragliding деген ұшу, парашют секілді, бірақ та басқандай түрі, canoeing дегеніміз қайықпен жүзу, экстремалды спорт түрі болып есептеледі. On land деген бірінші тапсырма бойынша жазып қойдым. On land climbing, horse riding. In the air, bungee jumping, paragliding. On water, windsurfing, canoeing. Бұл сондай қиын емес. Бұл тапсырма суретке қарап-ақ шеше салуға болады. Екінші тапсырмаға келетін болатын болсақ, бұнда мәтінді оқып, өзінің идеянды тексер дейді. Енді қайсы дұрыс екен? Outdoor sports and activities, дала жаттығулары және спорт түрлері болып есептеледі. Бұнда біз спорт және немесе жаттығулар жасағанда әдетте спорт залға немесе орталықтарға, бір арнайы орталықтарға барып жаттығамыз, бірақ кейде далада жаттығамыз, ашық алаңда, табиғатта. Кейде осылар жарысқа түседі. Осы спорттың кейбір түрлері жарысқа түседі, олимпиадаларға, жарысқа түседі. Ол дегеніміз жарыста немесе сайыстарда біз приз алғымыз келеді, орындар, жүлделер алғымыз келеді. Сол үшін адамдар жарысқа қатысады. Қайта жасалған немесе жаңа спорт түрі recreational дегеніміз ол жаңадан табылған спорт түрлері болуы мүмкін. Немесе қайтадан дұрыс басқандай түрі создавать етілуі мүмкін. Соны recreational дейміз. Оларға қызық үшін шұғылданамыз, recreational деген спорт түріне. Біз әдетте яғни сыртта орындалатын спорт жаттығуларды үш жерде орындауға болады. Жерде, әуеде және суда. Атпен шабу, тауға өрмелеу және шығу, шыңға шығу, жер жаттығулары, тастарға шығу, өрмелеу. Біз тауға өрмелеу немесе үлкен тасқа шығуға жиі барамыз. Үлкен тас дегеніміз жартастарды айтады. Секіру, парашют және ұшу, олар әуе спортына жатады. Банги джампинг дегеніміз биік жерден төмен қарай резинамен құлау. Қайықпен суда сырғанау және жел серфингі, бұл су жаттығулары. Біз каноэні және суда сырғанауды, жел серфингісі суда орындаймыз дейді. Осымен мәтін аяқталды. Үшінші тапсырмаға келетін болсақ, бұнда сөздердің переводын жаз дейді. Helmet дегеніміз шлем, goggles дегеніміз очки, gloves перчатки, wetsuit гидрокостюм, waterproof clothes деген су өткізбейтін водонепроницаемый киім, life jacket деген өмірді қорғайтын жилетка. Төртінші тапсырмада осылар қай спорт түрінде қолданады дейді. Мен төртінші тапсырманы сразу жасап кеттім. Goggles, mountain biking. Мына жерде қарап тұрсақ, суретке қарасақ, кім не киіп алған, сол бойынша жазып қойдым. Paragliding. Енді мына ұшып бара жатқан адамның көзінде очки бар деп ойлаймын, бірақ көрінбейді. Gloves, перчатки бізде horse riding та бар екен. Wetsuit, гидрокостюм бізде paragliding деп ойлаймын, гидрокостюм. Суытпайды, тондырмайды, немесе ысытпайды гидрокостюм. Waterproof clothes, водонепроницаемый костюм, бұл каноэде бар деп ойлаймын. Life jacket, windsurfing де бар деп ойлаймын. Себебі менде листник болмағандықтан. Төртінші тапсырма. Бесінші тапсырмада өзін осы сұрақтарға жауап беріп, өзін бір спорт түрін жаз деп тұр. Осы спорт түрін жаз. Волейбол спорт түрін жазып қойдым. Волейбол ол жерде орын алатын спорт. Біз волейболды спорт залда немесе сыртта да орындай аламыз. Адамдар оны жағажайда және үйдің жанында да орындай алады. Бұнда бір командада 5 ойыншы болады. Арнайы киімдер киюге болады. Бұларды шынымен қызық ойын, recreational қызық үшін ойнауға болады бұл волейболды.
сондағы профессионально ойнауға да болады, және де жай өзін қызық үшін де ойнағанға өте сондай бір керемет спорт түрі болып табылады. Осымен бүгінгі 92-ші беттің тапсырмалары аяқталды. Қош сау болыңдар.